Баршаңызға сәлем. Бүгінгі видеода шифоновый бисквиттен өте нәзік болып шығатын торттың рецептімен бөлісетін боламын. Менің каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Ең алдымен жұмыртқаның ақ уызын сары уызынан ажыратып аламыз. Құрғақ ыдысымызды алып, жұмыртқаның ақ уызын салып, шекерін өлшеп салатын боламыз. Дәл осылай жұмыртқаның сары уызына да шекерді өлшеп салатын боламыз. Ал енді жұмыртқамыздың ақ уызын әппақ болып көпіргенше миксерлеп аламыз. Келесі кезекте жұмыртқамыздың сары уызын миксерлейміз. Миксерлеп болғаннан кейін үстіне сұйық майымызды және де бөлме температурасындағы суымызды құйып, тағы да бір миксерлеп аламыз. Ал енді құрғақ заттарымызды, яғни ұнымызды, какаомызды және де қопсытқышымыздың барлығын електен өткізіп өлшеп аламыз. Достар, менің каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта тамаша рецепттермен бөлісетін боламын. Қопсытқышымызды салып алғаннан кейін жақсылап бір араластырып аламыз. Келесі кезекте сары уызды массамызды аламыз да, үстіне осы құрғақ заттарымыздың барлығын салып, жақсылап бір миксерлеп аламыз. Түйіршік қалмағанша әдемілеп миксерлеп алғаннан кейін жұмыртқамыздың ақ уызын құйып, лопатканың көмегімен араластыратын боламыз. Қамырымызды толықтай араластырып алғаннан кейін бірдей 4 бөлікке бөліп өлшеп аламыз да, кезек-кезек пісіре береміз. Мен 500 граммнан бөлдім. Осы кезде пештеріңізді қосып, алдын ала қыздыра бересіздер. Формаларыңыздың астына міндетті түрде пергамент төсеуді ұмытпаңыздар. Егер сіздердің пергаменттеріңіздің сапасы нашар болса, онда жұқалап май жағып қойсаңыздар да болады. Бисквитіміздің піскенін ағаш таяқшамен тексеретін боламыз. Бисквитіміз суығаннан кейін айналасын пышақтың көмегімен босатып аламыз. Міне бізде әдемі, өте нәзік шифоновый бисквиттеріміз дайын болды. Байқасаңыздар, көлемі де биік болып шыққан. Ал енді пропиткаға сиропымызды дайындайтын боламыз. Жылы суымызға шекерімізді саламыз да, жақсылап шекері ерігенше араластырып аламыз. Ал енді кремімізді дайындауға кірісеміз. Мен осындай молочный гостинец сливкені пайдаланатын боламын. Сливкемізді өлшеп таза ыдысымызға құйып аламыз да, үстіне шекерімізді саламыз және де сливочный сырымызды салып, жақсылап миксерлеп аламыз. Біздің сливкеміз міндетті түрде салқын болуы керек. Егер сливке салқын болмаса, онда миксерленуі өте қиын болады. Сливкеміз қоюланғаннан кейін мен осындай буренка сгущенкасының жарты банкасын қосып жібердім. Оны қосу міндетті емес. Креміміз дайын болғаннан кейін бисквитімізді алып, пропиткамызды жасаймыз да, келесі кезекте үстіне кремімізді жағып, тортымызды жинауға кірісеміз. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша начинка салсаңыздар болады, бірақ ол міндетті емес. Мен начинкасына осындай клубниканы турап салып шықтым. Тортты аяқтағаннан кейін холодильникке кемінде 2-3 сағатқа салып қою керек.
Тортты өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша сәндесеңіздер болады. Мен торттың айналасына шоколадтан патек жасап, ортасына туған күн иесіне құттықтау сөз жазып, жеміс-жидектермен және де жемчуг посыпкасымен сәндеп шықтым. Осымен тортымыз дайын болды. Егер сіздерге видеом ұнаған болса, лайк басып, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.